Құрметті балалар, мен сендерге Абайдың Крыловтан аударған «Шегіртке мен құмырсқа» мысал өлеңін оқып берейін. Шырылдауық шегіртке ыршып жүріп ән салған, көгалды қуып гүл айттап, қызықпен жүріп жаздалған. Жазды күнгі жапырақтың бірінде тамақ, бірінде үй. Жапырақ кетті, жаз кетті, күз болған соң кетті күй. Жылы жаз жоқ, тамақ жоқ, өкінгеннен не пайда? Суыққа тоңған, қарны ашқан, ойын қайда, ән қайда? Оны менен тұрмады, қар көрінді, қыс болды. Сауықшыл сорлы бүкшейді, тымақ қиын іс болды. Секіру қайда, сүрініп, қабағын қайғы жабады. Саламда жатып дән жиған, құмырсқаны іздеп табады. Селкілдеп келіп, жығылды, аяғына басыра. Қарағым, жылып, тамақ бер, жаз шыққанша асыра. Мұның жаным сөз емес, жаз өтерін білмеп пең. Жаның үшін еш шаруа ала жаздай қылмап пең. Мен өзіңдей шаруашыл, жұмсақ илеу үйліме, көгалды қуып ән салып, өлеңнен қолым тиді ме? Қайтсын, қолы тимепті, өлеңші, әнші есілер. Ала жаздай ән салсаң, селкілде де билей бер.